Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге түскі асқа ең тойымды тағамдардың бірін көрсетемін. Түскі асқа не дайындайтыныңызды білмей отсаңыз, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сәбіз бен пиязымызды және етімізді ұсақтап турап аламыз. Барлығын қажетті мөлшерде описание қалдыратын боламын. Табамызға сұйық майды құйып, қыздырамыз және ұсақтап туралған етті салып бая отта 5 минуттай қуыратын боламыз. 5 минутта етіміз қуырылып болған соң, ұсақтап туралған пияз бен сәбізді саламыз. Шамамен бая отта 10 минуттай қуырамыз және дәміне қарай тұз бен бұрышын салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Аз мөлшерде пиязды турап қоямыз және картопты турап аламыз. Егер сіз картопты жақсы көрсеңіз, көбірек қоссаңыз болады. Және де макфаның осындай бізде өнімі қажет болады. Мен ылғи да осыны аламын. Сіздерге кеңес беремін. Енді бөлек табаға май құйып қыздырамыз. Туралған жуамызды салып қуырамыз. Және үстіне картопты салып, бір ас қасық томатты саламыз. Жақсылап 5 минуттай қуыратын боламыз. Шамамен 5 минуттан кейін суды құямыз. Суымыз қайнаған соң дәміне қарай тұзын саламыз. Егер де сізге ұнайтын дәмдеуіштер болса, осы жерде қоссаңыз болады. Және лава жапырағын қосамыз, бұрышын салып қайнататын боламыз. Сонан соң гнездоны орналастырамыз, бір-біріне қатты жақындатпаймыз, піскесін олар үлкейеді. Барлығын салып болған соң үстіне салмасын салып шығамыз, дәл видеодағыдай. Егер сізде су азайып қалса, үстіне қайнаған су құюыңызға болады. Қайнаған суды көп құйып қажет емес, шамалы құйсаңыздар болады. Және бая отта 15-20 минут пісіретін боламыз. Міне достар, біздің тойымда тағамымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі өте керемет болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта менің каналымнан қандай рецептер күтесіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсая, келесі кездескенше ас болсын.